Шәкәрім Қойбердіұлы, Еңлік Кебек дастаны. Баяғыда қазақтың кең сахарасында Тобықты мен Матай деген екі ел өмір сүріпті. Сол елдің ішінде Тобықтының биі ақылымен елге танылған Тоқтамыс. Ал оның інісі жастайынан батырлығымен көзге түскен Кебек деген жігіт екен. Кебек 15 жасқа толғандақ ел аралап ерлік жолдырық жолына түсіп, жорыққа шығатын болған. Бір күні жорыққа бара жатып, ел ішінде абыз атанған Нысан қарияға жолығады. Кебек одан өз болашағын сұрайды. Сонда Нысан абыз терең күрсініп, батыр, тағдыр жолың күрделі болмақ. Махаббат пен қайғы сенің тағдырында қатар жүреді дейді. Бұл сөз Кебектің көңілін түсіріп жаны жабырқайды. Ол ойланып үнсіз жалғыз келе жатып, ішкі күйзелісін сейілту үшін аң аулауға бел буады. Кебек аң қуып жүріп, алыстағы Матай еліне тап болады. Күн ұясына батып бара жатқанда алыстан түтін шыққан бір үйді көреді де, солай бет алады. Ассалаумағалейкум, құдайы қонақпын деп кірген Кебекті үй иесі жылы шыраймен қарсы алып, дастархан басына шақырады. Үйде отырған сұлу қыз Еңлік еді. Оның жүзінен нұр төгіліп, көзінен мейірім ұшқындап тұрды. Кебек те бір көргеннен Еңлікке ғашық болды. Ал Еңліктің де жүрегі Кебекті көргенде ерекше елжіреп, бұрын соңды білмеген сезімге бөленді. Олар тау ішіндегі жартас түбіне паналап, сол жерде тыныш, бақытты өмір сүре бастайды. Уақыт зулап, айлар артта қалды. Екі ғашық аң аулап, табиғатпен біте қайнасып, өз күндерін көріп жүрді. Көп ұзамай, олардың өміріне сәби күлкісі естілді. Бірақ бейбіт өмір ұзаққа созылмады. Екі әулеттің арасы тіпті ушығып, Кебек пен Еңлікті іздеуге батырлар аттанады. Ақыры оларды тауып алып, ел алдына алып келеді. Жиналған жұрт кек пен ашуға булығып, екі жастың тағдырын ауыр шешіммен түйіндейді. Еңлік пен Кебекке өлім жазасы бұйырылады. Содан бері ел арасында Еңлік пен Кебек аты аңызға айналды. Олардың махаббаты адалдықтың, ерліктің және шексіз сүйіспеншіліктің мәңгілік символы болып қалды.